Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін қолжетімді өнімдерден және өте оңай дайындалатынына қарамастан жұмсақ болып шығатын пирог пісіреміз. Бұл пирог үшін бізге бөлме температурасындағы 3 жұмыртқа қажет. Ең алдымен осы жұмыртқаны таза, терең ыдысқа жарып аламыз. Енді осыған шым тұз бен 150 грамм қант қосып, жұмыртқа ағарып, үлпілдек масса болғанға дейін миксердің жай жылдамдығында араластыру керек. Одан кейін сүт, сұйық май және ерітілген сары май құйып, тағы бір араластырып аламыз. Ал қазір елеуіштен еленген ұнға қопсытқыш салып, екеуін араластырып алғаннан кейін осыны жаңағы массаға қосамыз. Және ұн жан-жаққа ұшып кетпеу үшін алдымен осылай араластырып, одан кейін бір келкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Қараңыздар достар, қамыр осындай сұйық болады. Ал енді пирог пісіретін формаға жақсылап сары май жағып шығамыз. Одан кейін формаға қамырды құямыз. Сонымен қатар пирогқа алдын ала жуылып кептірілген жаңғақтан қосып, оны 170 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, пирог дайын, өзі әп-әдемі сап-сары болып шықты. Қазір оны кесіп, ішін сіздерге көрсетемін. Қараңыздаршы достар, неткен әдемі қамыр, түсі қандай қанық, қамырдың қандай жұмсақ, ылғалды екені осы видеодан-ақ көрініп тұр. Сондай тез дайындалатынына қарамастан өте керемет пирог. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды. Достар, рецепт үшін алғыс айтқыларыңыз келсе, онда оның ең жақсы жолы лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелу. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.